Ассалаумағалейкум. Бұл кітапшада жазған төртінші тақырыбым ол намаз. Алғаш рет ораза ұстағаннан кейін, егер мен мұсылман болсам, атыма сай болуым тиіс. Намаз парыз болса, намаз оқуым керек деп ойға келдім. Әрине бәрі Алланың қалауымен. Кесекшілікке намаз оқыған құртасымен бірге түстім. Ол мені намаз оқып үйренейік деген кітапшаны оқып жатқанын көріп, маған бағдар берді. Қай аяттарды, дұғаларды жаттау қажет екенін және ескерту айтты. Сені шайтан бұл жолда тосады және барынша саған кедергі жасайды, деді. Алланың қолдауымен үйде намаз оқи бастадым. Жұмыста оқымадым. Өйткені кезекшілікте бұл басшылықпен дұрыс қабылданбайды ғой деп. Күндердің бір күні аудандық бекеттерге түсе бастадым. Онда мен әріптесім жұмыста намаз оқып жүргенін байқадым. Басында бұны дұрыс көрмедім. Кейін ілесіп кеттім. Әрине жұмыста мен де таза намазға бейімделген орын болуы кейде екі талай. Сондықтан кей кезде отырып оқимын. Бәлкім менікі дұрыс емес шығар. Ол тек бір Аллаға мәлім. Мен тек Алланың күнәһар бір пендесімін. Күнәларын кешірілуін үміт еткен. Намаз қаншалықты маңызды деп сұрақ қойса, бәлкім бұлай жауап берер ме едім. Намазда бірінші орында жаратушыны еске аласың. Бұл сәтте адам жан тыныштығына қол жетуі мүмкін. Екінші, бәріміз күнәһар пендеміз. Әр сәтте күнә жасаушымыз. Осы күнәларымыз үшін намаз кешірім сұрау мүмкіндігі береді. Үшінші, әрдайым біз бір нәрсеге мұқтажбыз. Намазда жаратушыға дұға ете отырып, мұқтаж нәрсені сұрап, соған кейін қолымыз жеткізуіміз мүмкін. Алланың қалауымен.